Ал мен мынандай есептерді бастайық балалар. Суретте берілген функция осының бір бөлігі көрсетілген функция графигі OX осымен, яғни OX осымен P нүктесінде жанасады. X осымен P нүктесін айтып отыр. Жанасады. Q нүктесі арқылы қисықта жатыр. Q нүктесі жанамасы абсцисса осымен нүктеге қияды. Мынау жанама былайша айтқанда. P нүктесінің абсциссасын тапты. P нүктесінің былайша айтқанда абсцисса деген бізде x координатасы ғой, y координатасы 0 ғой. Y координатасы 0 болатын болса, енді жанасу көріп тұрсыздар. X осымен жанасады деп тұр. Яғни y координатасы 0 болса, x тап етті. Енді 0 қоя саламыз, y 0-нан 0-ді қоямыз. 0 тең 16-тан 1 көбейтілген 3x минус 1-дің квадраты. Осы 0 болып тұр. Енді 3x минус 1-дің квадраты 0 болу керек, яғни 3x минус 1 не болу керек? Осының өзі 0 болу керек. Яғни 3x тең 1-ге, бұдан бірінші сұрақтың жауабы 1 балдық есеп сразу шығып тұр. X тең 3-тен 1-ге. Міне мынау біздің 1 балдық жауап. Екінші, R нүктесінің абсциссасын анықта, яғни Y P нүктесінің координатасын анықтап алдық. Бізде ол X координатасы 3-тен 1, Y координатасы 0 болды. Енді R нүктесінде координатасын X-ін біз білмейміз, бірақ Y координатасы 0 екенін алдынан жазып қояйын. Енді былайша айтқанда X-ін тап дейді осының. Енді оның X-ін табу үшін менің ойымша алдымен түзудің жанаманың теңдеуін тауып алуға болады. Одан кейін барып осы жанама теңдеу X-ті қай кезде қай нүктеде қияды. Соны анықтасақ болды. Ал 5 балдық көрдіңіздер ме? Енді жанаманың теңдеуі қалай басталады? Жанаманың теңдеуі білеміз Y тең KX плюс B. Мұнда K деген не? K деген ол туындысы. Y штрих. Оның туынысын табайық. 16-тан 1 тұра береді коэффициент. 3x минус 1-дің квадраты ол 2 көбейту 2. 3x минус 1. Одан көбейтеміз, ішкі туынысы 3-ке көбейтеміз. Енді туынысын түсінбесеңдер балалар, былай да істеп көруге болады. Енді екінші жолды қазір тағы да көрсетемін. Қысқарта берейік. Пока 2 мен қысқарды 8 қалды. 9x минус 3 бөлінген 8. Аштық. X-дің орнына K тең Y қола. K тең Y штрих плюс 16-тан 1. X-дің орнына біз міне 3-ті қойып көрмей. X-дің орнына 3-ті қойсам не шығады екен? 9 3 27. 27-тен 3 топсам 24. 24 8-ге бөлсем 3 қой дейміз. 3. Сөйтіп, пока жанамамыз Y тең 3x плюс B деп тұр. Енді 4-ті қоям. Яғни Y-дің 4 тең 3 9 плюс B. Бұдан B тең минус 5 шығады. Сөйтіп, жанаманы теңдеу Y тең 3x минус 5. Мынау бізде балалар мынау түзудің теңдеуі, яғни мына түзу ол 3x минус 5 теңсіз Y тең. Енді бізге мынау нүктенің координаты ол үшін Y 0 мына жерде. Яғни Y-дің орнына 0-ді қойсам 0 тең 3x минус 5. Бұдан x тең 5 бөлінген 3 шығады. Яғни мынаның координатасы бағанын бізде отырған. Ол 5 бөлінген 3. R нүктесінің абсциссасын анықтаңыз. Анықтау жолын көрсетіңіз. Абсциссасын жауабы бізде сонда R нүктесінің координатасы былай болып тұр. 5-те 3-те 0. Яғни мынау x-і, мынау y. Қалай анықтадық? Через жанама арқылы. Яғни біз алдымен мына жанаманың теңдеуін тауып алдық. Жанама мынаны қиған нүктесін көрсеттік. Енді үшіншісі PQR боялған бөліктің алынды. Енді бұл интегралдық S тең интеграл қай нүктеден бастады? Интеграл нөл нүктеден бастады. Оны бағана көрсеткенбіз, ол 3-тен 1-ден басталады. И нөл нүктенің координатасы x координатасы ол бізде 3 екен көрініп тұр. 3-ке дейін. Бізде 2-ке бөледі екенбіз, тұра тұрыңыздар. Яғни полный алатын болса, қазір теріс болып кетуі мүмкін. Біз 2-ке бөледі екенбіз, кешіресіздер. Мен нөл жерге 1-ге дейін, одан бөлек. 3-тен 1-ден мынаның координатасы жаңағанша 3-тен 5 бөлінген 3-ке дейін. 5 бөлінген 3-ке дейін. Үстіңгі жақ ол 16-тан 1 3x минус 1-дің квадраты плюс dx плюс келесі интеграл. Яғни 5-тен 3-тен ана нүкте ол бізде 3-ке дейін. Үстіңгісінен астыңғысын алып тастаймыз. Үстіңгісі ол бағана бізде 16-тан 1. 3x минус 1-дің квадратынан үстіңгісі міне мынау. Үстіңгісі оған.
астыңғысының оның жанаманың теңдеуін бағаны тапып аламыз. Ол минус 3х минус 5-тің жанамаға. Осының общий интегралы да x. Осылай есептеймін. Тең. Так, біріншісі 16-тан бір коэффициент тұра береді. 3х минус 1-дің квадраты еді, енді кубы болады. Бөлеміз 3-ке. И плюс на коэффициент бар 3 деген бар. Осыны 3-тен 1-ден 5 бөлінген 3-ке дейін. Плюс дәл сол сияқты 16-тан бір тұра береді. 3х минус 1-дің квадраты еді, енді кубы бөлінген 3, мына 3 бар, тағы да 3 дейін. Осыны біз 3-тен 3-ке дейін дейміз. Минус, енді 3х квадрат бөлінген 2, мына квадрат. 3х квадрат минус дедік. И мына плюс болады 5х. Или мына минус дейсақты, мына жақшы қаласайықшында. Сол шығаспаймыз біз. Бұл да 3-тен 5-тен басталады да 3-ке дейін. Осыны енді есептеуіміз керек біз дейін. Енді біріншісі мына жер 9 жердегі 16 қанша еді? 1 бөлінген 9 жердегі 16, 9 жердегі 10, 96 жердегі 9 144. Енді 5-тен 3-ті қойсам, 5-тен 3, 5-тен 1-ді алып тастасам 4, 4-тің кубы 64. Минус 3-тен 1-ді қойсам 10 болып қалады. Мына есептедік. Плюс мына жерде 16-тан 144-тан 1 болады. 144-тен 1 болып тұра берсін. Мына жерде 3-ті қоям біріншісі. 3 жерде 3-ін 9, 9-дан 1 тап 8-дің кубы. Минус 5-тен 3-ті қоям, ол 3 пен 3-ке 5, 5-тен 1 тапсам 4-тің кубы. Минус 4-тің кубы 64. Алып тастадық. Енді әлі алған жоқсы. Минус. Енді 3-ті қоям. 3-тің квадраты 9, 27 бөлінген 2. Минус 15. 3-ті қойдым. И 5-тен 3-ті қоям. 3 пен 3 қысқарып кетті, 5 қалды. 5-тің квадраты 25 бөлінген 9 еді. 25 бөлінген 3 болады. Ол 25 бөлінген 6. Минус 25 бөлінген 6. Солай қойдым да. 5-тің кубы 25 бөлінген 9, 25 бөлінген 3. 6 дұрыс. Так, минус дедік. Бірінші мынаны қойып шықтым, міне мына жерге 3-ті қойдым. И минус дедім де мына жерде қойып жатырмын, мына минус. Қазір плюс болады, плюс. 5 жерде 5-ім 25 бөлінген 3. 25 бөлінген 3. Енді осыларды есептейік, мен мұн жаққа жазабайын, мына жерде орын қалып тең. Енді мына жерде сразу минус 64 пен мына плюс 64-ті қысқарып тастайын. 2 бет қалып. 8-дің кубы бөлінген 144. 8-дің кубы бөлінген 144. Минус 27-ні 2 бөлсем 13 жарым. Минус 13 жарымнан 15 тауып тастасам. Минус 1 жарым пока. Дұрыс. Енді мына екеуін ортақ бөлімге келтірсек, 25 бөлінген 6 қалады. Плюс 25 бөлінген 6. Тең 8-дің кубы. Қазір тұратырыңыз 8 бөлінген 144. Плюс 1 жарым. Минус 25 6-ға бөлсек, 25 бөлінген 6 дейсайықшы пока. 8-дің кубы қазір есептеп алайық. Калькулятормен. Жарайды. 8 бөлінген 144. 8-бен қысқартайын, 72 қалады. 72 дұрыс. 4 қалды. 72-ні қысқартсам 30, 36, 4 қалды. Соны тағы да 8 қысқартсам 8 қалды. 8 тағы да 2 қысқартсам 9 қалды. Сонда былай шыққанда 4 16,
Mınaның özü 416 32 bölüngen 9'dur. Plus 1,5 minus 25 bölüngen 6. Ortak bölüm 998 ise 38 64 minus 60 bölüngen 60 75 plus 1,5 деген 18 plus 9 plus 27 тең aşağı 18 64 11 minus 11 16 mı? Осылай шықты енді бізде 16 бөлінген 8 немесе 8 бөлінген 9 жауабы 8 бөлінген 9. Осындай болу керек, оны тексеріп көріңдер, жарай ма?